Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз хит болып жатқан дәмді тағам рецептісімен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ мені арнамда құрманың емдік қасиеті туралы айтылған синнабонның дәмді рецептісі және де қонақ келгенде өте тез дайындалатын салаттың рецептісі бар. Видеоны соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Мінекей маған қажетті заттар, осыларды ұсақтап турап алатын боламыз. Одан соң екі қазанымызға аздап май құямыз. Видеоның рецептісін описание бөліміне қалдыратын боламын. Күрішімізді салап қуырып алатын боламыз, ал екінші ыдысымызға етті қуырамыз. Осылай араластырып тұрыңыздар, әйтпесе күріштің асты күйіп кетеді. Тұзымызды саламыз. Одан соң су құйып, аздап піскенше қайнататын боламыз. Достар, төмендегі поделиться батырмасын басып, өзіңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен мені рецептіммен бөлісіңіздер. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Келесі кезекте пиязды салып қуырамыз. Осылайша кезекпен кезек сала отырып, барлығын қуырып алатын боламыз. Томат пастасын қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Достар, пікір жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецептеріңізбен бөліссеңіздер болады. Мен де сіздердің рецептеріңізбен жасап көремін. Мінекей барлығын салып аламыз да қуырып аламыз. Одан соң су құйып аздап қайнататын боламыз. Татымына қарай тұзын қосамыз. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым қолжетімді рецепттер бар. Барлығы да тексерілген мастер-класстан алынған. Сондықтан да каналымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басатын болсаңыздар, арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей достар, біздің күрішіміз пісті. Келесі кезекте подливамызда пісетін болады. Осындай ыдысымызға күрішімізді әдемілеп салып орналастыратын боламыз. Осы кезде біздің күрішіміз тостағанша болып, әдемі болып шығатын болады. Әсіресе қонақтарға, балаларға ұсынсаңыздар, өте керемет. Достар, менің каналымның дамуына сіздерде өз үлестеріңізді қосып жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Осылайша тәрелкемізге салып, келесі кезекте дастарханымызға ұсынатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, және де каналыма кіріп, өзіңізге қажетті рецепттерді, пайдалы ақпараттарды қарасаңыздар болады. Бетіне аздап аскөк септім. Біздің тамағымыз өте дәмді болып шықты. Балаларға да, отбасымызға да өте қатты ұнады. Достар, видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.